Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода мен сіздерге осындай вареный сгущенкадан жасалатын өте дәмді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ұнымызға қант ұнтағын және де разрыхлителді салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне майымызды салып, қолымызбен дәл видеодағыдай етіп, жақсылап ұнмен араластырып шығамыз. Дәл осылай екі қолмен осылай жақсылап араластырамыз. Осындай болып шығу керек. Одан кейін жұмыртқаның екі сарысын салып, жақсылап қамырды илейміз. Қамырды илеп болдым. Енді оны жарты сағатқа морозильникке қойып қоямыз. Пирогтың бетіне салатын вареный сгущенкамыз дайындаймыз. Осылай жарты банка вареный сгущенканы аламыз. Оның үстіне осылай бір жұмыртқаның ағын салып, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Егер де жұмыртқаның ағын осылай араластыратын болсақ, вареный сгущенкамыз ағып кетпейді және де күйіп кетпейді. Біздің салмамыз дайын, енді оны бөлек қойып қоямыз. Келесі кезекте қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бірін кішкентай, бірін үлкен етіп осылай аламыз да үлкен бөлігін жайып, қалыптың астыңғы бөлігіне салып шығам. Қамырдың қалыңдығы дәл осылай болып шығады. Енді оны қалыпқа саламыз. Осылай қалыпқа салып, шет жақтарының барлығын көтеріп, қалыпқа дәл видеодағыдай етіп жабыстырып шығамыз. Шеткі бөліктерін барлығын дәл видеода да етіп, вилкамен тегістеп шықсаңыздар болады. Келесі кезекте осы қамырдың ішіне вареный сгущенкамызды салып шығамыз. Салмамызды салып, дәл видеода да етіп, бір тегіс етіп, қасықпен осылай жайып шығамыз. Келесі кезекте кішкентай қамырымызбен пирогтың бетін әсемдейтін боламыз. Мен осылай барлығын жіңішке етіп жайып алдым да, дәл видеодағыдай етіп, ұзынша етіп кесіп, пирогтың бетіне төрт бұрышты етіп қойып шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша басқаша әдемілеп жасасаңыздар болады. Мен осылай жасап шықтым. Барлығын осылай әдемілеп қойып болғаннан кейін жұмыртқаны ағын немесе сарысын бетіне осылай жағып шығамыз. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағат аралығында пісіріп аламыз. Достар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл өте дәмді шығады. Достар, ұмытпай менің арнама тіркеліп алыңыздар және де басқа да достарыңызға осы видеоны таратыңыздар. Келесі видеода мен сіздерге оңай жасалатын салаттың рецепттерімен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.